Баршаңызға сәлем. Бүгін 151 сабақтың есептерін орындаймыз. Сабақтың тақырыбы құрама есептер. Бұл сабақта есептерге талдау жасаймыз және шығарамыз. Бірінші есеп: кестені қолданып тура теңсіздіктер құр. Әуелі мына жердегі берілген амалдардың мәнін тауып алып, сосын тура теңсіздіктер құрамыз. 1325 5-ке бөліндісі 265-ке тең, ал 332 мен 2-нің көбейтіндісі 666-ға тең. Демек, бұл жерде екеуін салыстырсақ, 265 666-тан кем, немесе 1325 пен 5-нің бөліндісі 332 мен 2-нің көбейтіндісінен кем. Кейінгісі 42525 пен 23045-тің қосындысы 296 мен 45-тің көбейтіндісінен артық. Яғни олардың мәні мынаған тең болады. Одан кейінгісі 10.000-нан 2783-тің айырмасы және 10.000-нан 650 мен 11587-нің қосындысын салыстырамыз. Біріншісінің мәні 7217-ге тең, ал мына оң жақтағысының мәні 22237-ге тең. Демек, 10.000-нан 2783-тің айырмасы 10.000-нан 650 мен 11587-нің қосындысынан кем болып тұр. Кейінгісі 5268 пен 32-нің көбейтіндісін 1208 пен 45-тің көбейтіндісімен салыстырамыз. Бұл жерде 5268 көбейту 32, 1208-дің 45-ке көбейтіндісінен артық. Екінші есеп: ауданды гектармен және армен өрнекте. Байқоңыр әлемдегі тұңғыш және ірі ғарыш айлақ. Қызылорда облысындағы Қазалы қаласы мен Жосалы кентінің арасындағы Төретем ауылына жақын орналасқан. Осы ауылға жақын орналасқандықтан халықаралық жер серігі анықтамалығында Туиратам Missile and Space Complex деп белгіленген. Ол 6717 км квадрат жерді алып жатыр. Демек, 1 км квадратымыз 100 гектарға тең, ендеше 6717 км квадратымызды гектармен өрнектеу үшін 100-ге көбейтеміз. Бұл 671700 гектар болады. Ал 1 км квадратымыз 10.000 арға тең, ендеше 6717 км квадратта арда өрнектеу үшін оны 10.000-ға көбейтеміз. Бұл 67.170.000 арға тең болады. Үшінші есеп: есепті теңдеу құрып шығар. Ғарыш айлақтың қызметкерлеріне аумақты қарау үшін 60 км жол жүру керек еді. Олар 15 км сағат жылдамдықпен 2 сағат жүрді. Олар әлі қанша километр жол жүруі тиіс? Демек, сызба берілген. Барлығы 60 км жол жүру керек. 15 км сағат жылдамдықпен 2 сағат жүрген. Тағы қанша жол жүруін табу үшін біз жылдамдықты уақытқа көбейтіп, мына барлық жолдан азайтамыз. Немесе теңдеу құрамыз. Ол үшін 15-ті 2-ге көбейтіп, x-ті қосамыз, бұл тең 60 км деп есептейміз. Бұл жерде x-іміз қалған жүруі тиіс жол болса, теңдеуді құрдық, 15 көбейту 2 қосу x тең 60. Сол жақтағы мына амалды көбейту амалын орындап аламыз. Бұл 30-ға тең болады. 30 қосу x тең 60 болады. X табу үшін 60-тан 30 азайтамыз. X-іміз 30 км-ге тең. Демек, жауабы олар әлі 30 км жол жүруі тиіс. Төртінші есеп: сызба бойынша берілген сандардан өрнек құр және олардың мәнін тап. Бірінші 1290 мен 309-ның көбейтіндісіне 2725 пен 204-тің көбейтіндісін қосамыз. Бұл бірінші өрнегіміз, және орындалу ретін үстіне жазып қойдым. Амалдардың әрқайсының реті бойынша орындап шықтық жазбаша түрде. 1290-ды 309-ға көбейтетін болсақ, 398.610-ға тең. Ал 2725-ті 204-ге көбейтсек, 555.900-ға тең. Енді екеуінің қосындысы 954.510-ға тең болады. Демек, бұл өрнектің мәні осыған тең болады. Екінші өрнегіміз 1732-нің 202-ге көбейтіндісі және 106-ның 3-нің 511-ге көбейтіндісін қосамыз. Бұл жерде көбейту амалдарын бірінші орындаймыз, одан кейін үшінші қосу амалын орындаймыз. 1732-ні 202-ге көбейтсек, 349.864-ге тең. Одан кейін 3511-ның 106-ға көбейтіндісі 372.166-ға тең. Екеуін қосатын болсақ, 722.030-ға тең болады. Бесінші есеп: тапсырманы орында.
А периметр 24 мм, 48 мм, 20 см, 12 сантиметрге тең шаршылар сыз. Бірінші 24 миллиметрге тең болған периметрдің шашыларын сызамыз. Шашыны сызу үшін біз оның қабырғасының ұзындығын табу керек. Ол үшін периметр 4-ке бөлеміз. 24 4-ке бөлсек 6 мм болады. Демек, қабырғасының ұзындығы 6 мм-ге тең болған шашыны сызып қойдық. Енді периметр 48 мм-ге тең болған шашының қабырғасы 12 мм-ге тең болады. Оны бұлай сызып қойдық. Ал кейінгісі периметр 20 см-ге тең болған шашының қабырғасының ұзындығы 5 см болады. Демек, мына жерге 5 см деп жазып қойдық. Және осындай шашы сыздық. Қабырғасының ұзындығы 3 см-ге тең болған шашыны сыздық. Бұның периметрі 12 см-ге тең еді. 5-ші ә есеп. Ұзындығы 5 см, ал периметрі 14 см болатын тіктөртбұрыш сыз. Осы тіктөртбұрыштың ауданын тап. Берілген жазып қойымыз. Қабырғасының ұзындығы 5 см, периметрі 14 см-ге тең. Демек, біз енін табуымыз керек және ауданын табамыз осы тіктөртбұрыштың. Бірінші енін табу үшін формуласын жазып қойдық. Ол п-ны 2-ге бөліп, яғни периметрін 2-ге бөліп, а-ның ұзындығын азайтамыз. Сонда 14-ті 2-ге бөлсек 7, одан 5-ті азайтсақ 2 қалады. Демек, ені 2 см-ге тең. Енді қабырғасының ұзындығы да, ені де берілген тіктөртбұрыштың ауданын есептеу үшін осы екеуін көбейтеміз. Яғни 5-ті 2-ге көбейтсек 10 см квадрат болады. Демек, жауабы тіктөртбұрыштың ауданы 10 см квадрат. 6-ші есеп. Теңдеулерді шеш. X пен 52.345-ның қосындысын 201-ге бөлсек 345-ке тең болады. Бұл жерде бөлінгіш белгісіз болып тұр. Бөлінгішті жазып аламыз да, оны табу үшін біз 345-ті 201-ге көбейтеміз. Бұл 69.345-ке тең. Енді мына жерде қарапайым теңдеу түріне келді. Бұл жерден X табу үшін 69.345-тен 52.345-ті азайтамыз. X-іміз 17.000-ға тең. Орнына қойып тексеріп көреміз. 17.000-ға 52.345-ті қосамыз. Және оны 201-ге бөлсек 345 болады. 345 345-ке тең. Кейінгі теңдеуіміз Y пен 807-ның айырмасын 259-ға көбейтсек 92.204-ке тең. Бұл жерде бірінші көбейткіш Y минус 807 болып тұр. Оны табу үшін біз 92.204-ті 259-ға бөлеміз. Бұл 356-ға тең болады. Демек, енді Y азайту 807 тең 356 болды. Бұл жерден азайғышты табу үшін 356-ға 807-ні қосамыз. Y-іміз 1163-ке тең. Орнына қойып тексеріп көреміз. 1163-тен 807-ні азайтып 259 көбейтсек 92.204-ке тең. Ал 92.204 92.204-ке тең болады. 7-ші есеп. Тапсырманы орында. Қалада ғарыш туралы фильм жүріп жатыр. Кинотеатр кассасында бір күнде 4000 билет сатылды. Оның таңертеңгі сеансына 350 билет. Ал күндізгі сеансына таңертеңге қарағанда 3 есе артық билет сатылды. Ал қалғаны кешкі сеансқа сатылды. Кешкі сеансқа қанша билет сатылды? Таңертеңге сатылған билет 350, күндізгі билет одан 3 есе артық болып тұр. Ал кешкі билет белгісіз. Барлығы 4000 билет сатылған деп қысқаша жазып алдық. Бірінші күндізгі қанша билет сатылғанын анықтаймыз. Ол үшін 350-ді 3 есе артық болғандықтан 3-ке көбейтеміз. Бұл 1050 болады. Енді кешкі билет қанша екенін табу үшін барлық билеттің санынан осы күндізгі және таңертеңгі билеттердің санының қосындысын азайтамыз. 350-ге 1050-ді қоссақ 1400, ал 4000-нан 1400 азақ 2600 болады. Демек, жауабы кешкі сеансқа 2600 билет сатылды. 8-ші есеп. Егер фигураларды 3 түрлі түспен бояйтын болсақ, қанша нұсқа алуға болады? Түстер қайталанбайды. Демек, 3 түрлі түспен, яғни қызыл, жасыл, сарымен бояуымыз керек екен. 3 түрлі түспен бояйтын болсақ, қанша нұсқа алуға болады дейді. Ол жерде шаршы, шеңбер және үшбұрыш берілген. Енді бірінші қызыл, жасыл, сары, одан кейін қызыл, сары, жасыл, кейінгісі жасыл, қызыл, сары, жасыл, сары, қызыл, одан кейінгісі сары, қызыл, жасыл, сары, жасыл, қызыл. Демек, санап шығатын болсақ 6 болды. Жауабы 6 нұсқа алуға болады. 9-ші есеп. Есепті әртүрлі тәсілмен шығар. Ғарыш агенттігі ғарыш ауыл шаруашылығымен айналысуға шешім қабылдады.
ғалымдар ғарыш жағдайының өсімдіктерге тигізетін әсерін зерттей бастады. Арнайы жылыжайға 900 өсімдік отырғызылды. Оның 630-ы көкөністер, ал қалғандары дәнді дақылдар. Көкөністерді әр сөреге 35 данадан, ал дәнді дақылдарды 30 данадан орналастырды. Барлығы қанша сөре қажет болды? Берілген жазып аламыз. Барлығы 900 өсімдік отырғызылған. Оның 630-ы көкөністер, қалғандары дәнді дақылдар екен. Көкөністерді әр сөреге 35 данадан, дәнді дақылдарды 30 данадан отырғызған. Енді біз көкөністер қанша екен және дәнді дақылдардың барлығы саны қанша екенін табуымыз керек. Бірінші 900-ден 630-ды азайттық. Дәнді дақылдардың қанша екенін тауып аламыз. Бұл 270 болады. Енді 630-ды 35-ке бөлсек 18. Демек 35 данадан көкөніс сөрелері 18 болады. 18 сөреге орналастырған. Одан кейін 270-ті 30-ға бөліп дәнді дақылдар сөресін тауып аламыз. Бұл 9 болады. Демек дәнді дақылдар 9 сөреге орналастырған. Барлық сөренің санын табу үшін 18-ге 9-ды қосамыз. Бұл 27 болады. Демек жауабы барлығы 27 сөре қажет болды. Осымен бүгінгі 151-ші сабақтың барлық есептері орындалды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.